Қош келдіңіздер менің арнама. Қазір уақытта жалпы Амазонның заттарын біздер қалай тасимыз, сол туралы сіздерге түсіргім келеді. Жалпы амазонский триллері, амазонский прицеп. Жалпы біздер мынандай трактың өзімен келеміз. Амазонда прицептер осылай дайын тұрады. Ішіне заттардың бәрін тиеп қояды. Бізді аламыз да, іліп аламыз да, дальше кетеміз. Мына жерде қазір мынандай заттар. Жалпы айтқанда. Осы ендеше менімен бірге болыңыздар. Келесі жерге шейін осыны түсіретін болам. Апаратын жерді түсіретін болам. Мынау Амазонның бір кішкентай склады. Жалпы айтқанда, негізі Амазондар үлкен болады. Мынандай тракпен де тасиды адамдар. Штат Мэрилендқа бара жатырмын, бәрі жақсы. Қазір январдың 2-сі, погода жылы, күнде қар жоқ. Жалпы Нью-Йорк, Мэриленд, Пенсильвания, Вашингтон жақтарда қар өте көп болмайды. Там январдың ортасы мен февральдың ортасына шейін примерно бір айдай қар болатын шығар жалпы. В целом қар болмайды. Максимальная скорость менде примерно 110-ға шейін апара алам. Одан артық апара алмаймын. Амазонның триллерін әкелдім. Мына жерде отсоединять етеміз бәрін. И сосын прицепті отсоединять етеміз, мынаны түсіреміз. Вроде бәрі нормально. Мына триллер тастаймыз. Енді басқа триллер алу керек. Бірақ маған айтқан негізі триллер жоқ деп қазір соны шешіп жатыр. Мынау үлкен Амазонның склады. Штат Вирджиния, қатты қар жауып жатыр. Бірақ біздер жайлап жүріп келе жатыр. Пробка қазір уақытта. Примерно 1,5 сағаттай пробка деп жатыр алда. Бір жарым сағат болды жолда келе жатқаныма. Осындай скорость примерно 30-40 пен жүріп келе жатыр. Екі полосадан қазір уақытта бір полоса қалды. Встречный жақ тоже асықпай жүріп келе жатыр. Лавс деген заправкаға келдім. Мен тұрағым тұр. Там кофе, шай ішіп алуға келдім. Заправка жасап жатырмын. Пилот деген заправкадан заправка жасаймыз. Дизель құямыз, солярка. Компанияның карточкасымен төлейміз, бәрі компания төлеп береді. Мына жерде касса, мына жерде тамақтар сатады, неше түрлі. Чикен, кофе, фрайс. Жолға шығам осылай. Сіздерге көрсеткім келгені осы. Міндетті түрде өз ойларыңызды қалдырып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Асқат, сау болыңыздар.